Все, вроде нормально. Короче, формаға осылай дайындадым. Бірінші жасап жатырмын өзім. Мындаймен жан-жағын бүйтіп күштеп шығамыз. Енді жаңағы салмамызды саламыз. Осынаға бір мындай сұйықтықта болып жатыр. Енді құямыз. Көріне ма сізге, білмеймін, осылай болды. Сыр. Коля біраз ұнатыр ғой. Шпателмен до конца алып тастаймыз. Сметанкамызды пешке қоямыз. Пісіріп алып болғаннан кейін қалай шыққан инстаграмда бөлісетін болам. Ал достар, арасында осылай прямой эфирге кіріп тұрам. Прям қызықты сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Жақсы, барлықтарыңызға қайырлы түн. Мен әлі сигара бүрек жасап қоятын шығармын. Азында обедте қонақтар келеді бізге. Азында ет сап қоюым керек. Сол жақсы, барлықтарыңызға қайырлы түн. Түн тыныштығын берсін.